Сәлеметсіздер ме? Мен жоғарғы Астана политехникалық колледжінің D26 ГБ тобының студенті Жексенбаева Айжан Дулатқызымын. Бүгін мен сіздерге читающий колледж жобасына орай өзім оқыған, медеусерсеке жазған біздің Қаныш атты роман-эссесінен өзім алған әсерлерімді айтқым келеді. Жалпы бұл роман-эссені медеусерсеке шынайы өмірмен байланыстырып отырып жазған. Бұл жерде Қаныш Сәтбаевтың өмірінде көрген қиыншылдықтары, шағынған жерлері мен сол қиыншылдықтары басынан кешіп, қалай оларды жеңгенін, биікке көтерілгені жайлы айтылған. Бұл жерде Қаныш Сәтбаев өзінің өмірінің басынан аяғына шейін кешкен кезеңдері айқын көрінеді. Маған ең басты ұнаған жері, осы жерде Қаныш Сәтбаев ауырып жатса да сабағын қоймай, кітап оқып, өз алдына қойған мақсатын алдыға тартуы. Өз мектептеріндегі жағдайды көріп, оқулық жетіспеушілігін байқап, балаларға арнап математика оқулығын жазуы. Осы жердің өзінен Қаныш Сәтбаевтың оқуға деген ынтасы, өмірге деген талпынысы көрінеді. Жалпы өзінің елдестеріне, қандастарына деген аяушылдығын, балаларға деген аяушылдығы жақсы байқалады. Себебі сол кездегі оқулық жетіспеушілігі ол басты мәселелердің бірі екенін Қаныш Сәтбаев байқаған. Сол кітаптың өзін жазу ол өте үлкен еңбек пен терең ой. Менің өзім алған сезімдерім бойынша, мен осы роман-эссені оқып жатқанда өте үлкен қызығушылық сезіндім. Мен үшін Қаныш Сәтбаевтың өміріндегі осы оқиғалардың бәрі өте қызықты болды. Оның оқу бастауы, оның кен орындарын іздеуі, оның ауруы және де осы ауруды жеңіп өткені бәрі де өте керемет қызықты жазылған болды. Өз тарапымнан бұл роман-эссе маған аянышты да қызықты болды.